Шіркеуде адал қызмет ететін монах қыздары барлық ләззаттардан және азғырулардан бас тартып, өз жұмыстарын көңілмен істеп жүреді. Бірақ олардың шіркеуіне жұмысшы болып жас жігіт келген кезде барлығы өзгереді. Сәлем достар, бүгін біз сіздерге 2017 жылы жарық көрген керемет режиссер Джефф Бейна тарапынан түсірілген «Малый Чиси» деп аталатын фильмді қысқаша баяндап беретін боламыз. Жайғасып отырып алыңыздар, ал біз бастадық. Так нечестно, ты тут один, а вокруг столько сучек! Кино басында екі монах қыздары жоғалып қалып, кейін табылған есекке қарап тұрғанда оларға қора жұмысшысы сәлем береді. Сонда қыздар, ұялмайсың ба? Бізге қарауға деп онымен ұрсады. Содан соң Ферланда және Женевра есімді қыздар өздерінің киімдерін жуып жатқан кезде Женевра Ферландадан Александра неге өзін ондай ұстап жатқанын туралы сұрайды. Ферланда қазіргі уақытта еркектерді еркімен қалап, соның үшін бізге ашуланып жаман қатынас көрсетіп жатыр деп айтады. Содан соң бізге Александраны көрсетеді. Қыз айнаға қарап ойсырап отыр. Ертесіне қыздар азық түлік алып бара жатқан кезде жұмысшы оларға жаман көзбен қарайды. Содан соң жұмысшыны қыздар жазасын беріп қояды. Кейінгі кадрда бізге патша сарайын көрсетеді. Патша және ханшайым тамақ ішіп отыр. Сонда олардың қызметшісі Масетта ханшайымға назар салады және сусын құйып береді. Ханшайым да оған көз қырын салады. Кейін сол түннің кешесі Масетта мен ханшайым түнні бірге өткізеді. Содан білсек болады. Жігіт ханшайымның көңілдесі. Сол мезет патша әйелінің бөлмесіне кіріп келеді. Оны білген Масетта терезеден секіріп қашады. Ертесі күні ханшайым Масеттаның қасына келіп тиісе бастайды. Оларды төбеден патша күзетіп тұрар еді. Патша Масеттаны өлтіруін бұйырады. Принеси мне его чертовы яйца. Черт! Масетта ол жерден қашып кетуге үлгереді. Жігіт жолда Черкованы азық түлікпен қамтамасыз ететін адамды кездестіреді. Ол адаммен дос болып ішімдіктер ішеді. Сонда Масетта ол адамға өмірінде әйелдермен көп қарым-қатынаста болғандығын айтып береді. Ертесі күні ол адам жігітті шіркеу әйел Марияны алдын алып келеді. Және жігітті жұмысқа алыңдар. Ол саңырау және мылқау деп сол жерге тастап кетеді. Ертесі күні Масетта аулада жұмыс істеп жүргенде Фернанда оған тасталады. Сонда шіркеу әйел Мария келіп, қыздарға бұл жаңа жұмысшымыз, ол саңырау және мылқау деп таныстырады. Сол күні кешесі Фернанда құрдасы Мартаны шақырады. Олар біргелікте шарап ішіп көңіл көтереді. Біраз уақыттан соң олардың қастарына Женевра қосылады. Қыздар мас болып дауыстарын барынша көтеріп, ән күйлейді. Ертесі күні Александра Масеттаның қасына келіп, оған мейірімділік бола бастайды. Және сол жерде қыздың құмарлығы оянып кетіп, Масеттамен сүйісіп кетеді. Және сол жердің өзінде киімдерін шешіп қатынасқа кірісіп кетеді. Қыздар киімдерін жуып тұрған кезде Александра өзінің лас киімдермен өте жақсы көңіл күйде олардың қасына барады. Женевра және Фернанда жымиып тұрған бетінен таң қалады. Ол соңғы кездер бақытты болмас еді. Келесі көріністе Фернанда Марта мен жігіттің қасына барып, оған пышақ тіреп жыныстық қатынасқа кірісіп кетеді. Бірақ неше минуттан кейін қыздар өз жұмыстарын аяқтап бөлмеден шығып кетеді. Қыздардың мейіріміне толған жігіт алтын балық ұстадым деп ойлап жүреді. Ертеңгі күні жігіт Александраның бөлмесіне кіріп тиісіп жатқан кезде олар бөлмесіне Каре мұғалімді кіріп келеді. Сол кезде жігіт білместен сөйлеп жібереді. Александр бұны байқап қояды. Қыз дереу киімдерін киіп әйелдің қасына отырады. Масетта диванның астына жасырынып алады. Сол уақытта басқа қыздар да кіріп келеді. Олар бөлмені тексеріп шығып кетеді. Ертесі күні Масетта өз орнында ұйықтап жатқан кезде оның жанына Александр келіп, жігіттің мылқау емес екендігін біліп, бары шындықты айтуды талап етеді. Ұсталып қалған жігіт барлығын айтып береді. Сол кезде бөлмеге Фернанда кіріп келеді. Қыздар тығылып қалады. Фернанда жігіттің қолын байлап орманға алып кетеді. Оның соңынан Александра және Женева күзетіп барады. Олар орманға жиналып жатқанын көреді. Және жақынырақ барып қараса, айналасында 20-ға жақын әйелдер жігітпен өз қалауларын іске асырып жатқанын көреді. Сонда олардың ашуы келіп, оларға тап береді. Сонда жиналған қыздар әр жаққа қашып кете бастайды. Содан қыздар Масеттаға шын мәнінде саңырау мен мылқау еместігін біліп алады. Жігіт оларға барлығын айтып береді. Кейін қыздар шіркеу әйелі Юпискінің қасына келіп бір-бірлерінің құпияларын ашып бастайды. Және әрбіріміз Масетта мен
жыныстық қатынаста болдық деп олар мойындайды. Шіркеу бастығы Масеттаны зынданға тастайды, одан хабар тапқан патша жігітті келіп алып кетеді. Патша жігітке келіп, сен менің көзімді аштың, әйелім маған адал емес екен деп рахмет айтады. Бірақ қылған кінәларың үшін зынданда өлесің деп шығып кетеді. Ертесі күні қыздар бір-бірлерімен татуласып алады және біргелікті Масеттаны еркіндікке шығу жоспарын түзеді. Қыздар патша сарайына келіп жігітті құтқаруға кіріседі. Олар тасбақа үстіне шамды жағып қойып жібереді. Сақшылар тасбақамен аңқау болып тұрған кезде қыздар Масеттаны шығарып үстіне шіркеу киімдерін кидіріп алып шығып кетеді. Енді қыздар жігітпен бас ауған жаққа қарай қашып қалған өмірлерін біргелікте өткізуді шешеді. Ал шіркеу бастығы Мария есекті алып шығып, сүйіктісі Томасамен бірге шіркеуді тастап қашып кетеді және оларда қалған өмірлерін бірге өткізуді шешеді. Сөйтіп сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильм туралы не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.